Сәлем баршаңызға. Біздер Анна Павлова десертін жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге 5 жұмыртқа керек. Жылток пен белокты бөліп аламыз. Белокқа жылток түсіп кетпеу керек. Соған сақ болыңыздар. Егер жылток түсіп кеткен жағдайда біздің белогымыз воздушный болып көтерілмей қалады. Видеодағыдай бөліп аламыз. Одан кейін миксермен самый максимальный скоростьта араластырамыз. Біздің белогымыз көпіргеннен кейін аз-аздан қантымызды салып отырамыз. Қант немесе сахарный пудра. Содан кейін крахмал кукурузный, оны араластырамыз. Содан кейін 1,5 чайный ложка яблочный уксус саламыз, 6%. Біздің белогымыз ыдыстан түсіп кетпейтіндей көтерілуі қажет. Дайын массамызды кондитерский мешокқа салып орналастырамыз. Мендегі насадка 333. Осы насадкамен өте әдемі шығады. Осылай противеньге орналастырамыз. Содан кейін 1 сағатқа 120 градусқа духовкаға пісіріп аламыз. Содан кейін кремімізді дайындаймыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны бірінші араластырып аламыз. Одан кейін сливкиді араластырып аламыз. Біздің креміміз осындай қою болуы керек. Видеодағыдай. Дайын болған кремімізді видеодағыдай беземіздің үстіне орналастырамыз. Өз қалауларыңызша әдемілеп безендірсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріңізге ас болсын.